Барлықтарыңызға қайырлы күн, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға өзбек ұлтының осындай хамир хасиб тағамын дайындайтын боламыз. Алдымен бір кесе күрішімізге қайнаған ыстық су құйып бұқтырып қоямыз. Енді ыдысымызға ұнымызды саламыз. Бір жұмыртқа және бір шай қасық тұз қосып, жылы суға қамырымызды илейміз. Қамырымыз өте қатты да болмау керек, жұмсақ та болмау керек, орташа етіп илейміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар және жаңа видеоны өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қамырымызды қолымызбен басып, жақсылап иінғандырып илегеннен кейін салафанға салып 10 минутқа тындырып қоямыз. Тартылған етіміздің үстіне бұқтырылып тұрған күрішімізді саламыз және бір үлкен пиязды ұсақтап турап қосатын боламыз. Тартылған етімізге дәміне қарай тұз, қара бұрыш және ұнтақталған зира мен паприка қостым. Ал сіз қалауыңызша кез келген дәмдеуіш қоссаңыз болады. Енді қамырымызды алып, екіге бөлеміз. Ыңғайлы болу үшін тура мантыныкіндей етіп жайып аламыз. Достар, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоны соңына дейін қарап, лайк пікірлеріңізді қалдырып, каналды достарыңызға жіберіп, бөлісуді ұмытпаңыздар. Манты сияқты тура 4-1 қылып барлығын кесеміз. Салмасын саламыз, тура видеодағыдай етіп, бұрышынан бастап ішіне қарай орап шығамыз. Алдын ала майланған мантаваркімізге орналастырып, 40 минуттай пісіріп аламыз. Бұл тағамды өзіңіздің қалауыңызша кез келген соуспен ұсынсаңыз болады. Мен тұздығына осылай пияз бен сәбізді қуырып, үстіне томат пастасын қостым және көк пияз, укроп қосып ұсындым. Баршаңызға ас болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, міндетті түрде ауызашарға жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі жаңа видеоларды өткізіп алмаңыздар.